Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай көне көрпені жаңалайтын боламыз. Мынау менде шай көрпе, осыны жаңалайтын боламыз. Менде осындай құрақтар бар. Құрақ блоктары менің YouTube каналымда бар. Төменге сілтемесін қалдырып кетемін. Осы блоктар арқылы құрайтын боламыз. Осы блоктардың арасына қолдану үшін бізге мынадай блок жасайтын боламыз. Сол үшін бізге 5x5 мынадай 4-бұрышты фиолетовый қиынды керек. Және де ені 2,5 сантиметрлік ленталар керек. Бұл ленталар менде құрақтан қалған ленталар. Осыларды пайдаланып қазір блок құраймыз. Бұл блок бізге жаңағы көрсеткен құрақтарымның ортасына қою үшін қажет. Видео барысында бәрі түсінікті болады. Ең алдымен осы блогымызды құрап аламыз. Блогымыз дайын. Енді осыны ортасынан сызып, сол сызықтың екі жағынан тігіс түсіріп, ортасын қиып аламыз. Қиып алғаннан кейін осындай екеуі қажет. Сол екеуін құрақтарымыздың жағына қоятын боламыз. Мінекей осылай қойып шығамыз. Және де 4 бұрышына қызыл матадан қойдым, қызылға сәйкестендіріп, және де екі жанына, және астыңғы және үстіңгі жанына көк матадан жалғастырдым. Осылай бәрін қойып алдым, және де қойып алған құрақтарымызды тігіп шығамыз. Құрақтарымызды біріктіріп алғаннан кейін құрағымыздың астын көк матадан замокпен ашылып жабылатын қылып тіктім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша тігесіздер енді.
Мен осындай қылып, құралған блоктарымды іске асыру үшін осындай шай көрпелерімді жаңалап алдым. Мінекей менің шай көрпем жаңарып қалды. Егерде менің осы көрпем сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең әдемі көрпе болып шықты. Шай көрпе.